видеоны түсірмес бұрын Беконтай деген каналды реклама жасайын деп жатыр. Анасына жазыңыздар, оның анасында өте қызықты видеолар бар. Әзірге подписчик азақ, бірақ видеолары енді оның видеолары әлі жақсы дамымаған, опыт жоқ болғандықтан, оған да түсіністікпен қарайсыздар деген ойдамын. Оның сілтемесі астында болады. Жоқ қой. Описанияға кіресің, Беконтай деген жазылып тұрады, сол жерде ссылка тұрады, соны басасың да анасына жазыласың. Go! Cause I got you. Hi, I'm Bokaplay. Yani dostlar, мен Синий Кит дегенді өздеріңізді естіп жүрген шығарсыздар интернетте. Соны ойнайын деп жатыр десе, мен түсір. Синий Кит деген ойын бар екен. Оны мен естіп жүрмін, бұлай шет жағасын білем, қалай не істейтінінде. Сендерге ол ойынды ойнамаңыздар деп айтқым келеді, просто данылақ өйіп қалсындар. Видеом көп көреді сонда. Қараңыз, Синий Кит деген ойынды либо кішкентай балалар ойнайды, либо ақымақтар ойнайды, либо қыз тастап кеткен жігіттер ойнайды. Натыр өмірден түніліп жүрген адамдар ойнайды. Әдейіге ойнайды, кейбіреулер әдейіге өлу үшін сол ойынды ойнайды. Сонда да не пайда өлгеннен? Өлгеннен бір нәрсе өзгереді ме? Мысалға, даму керек, лучше өзіңді дамыту керек, еңбектену керек. Егерде сендерге не жетпейді, анау Африкада елдер аштан өліп жатыр, Сирияда соғыстан адамдар қырылып жатыр. Ал сен болса мен видеомды печенье жеп көріп отырсың. Не жетпейді айтшы ал? Лучше өлгеннен көрі дамып, Қазақстаннан көрі шетелдерді көріп қайту керек. Бұл өмірден, короче, барлық несін ләззатын көріп қалсаңдаршы. Ақыры өледі екенбіз, бәріміз өмірдің қызығын көріп өлейік. Енді түсіндіріп өтейін басында. Бірінші сендер ол ойынды ойнағыларың келсе, страницаларына жазасыңдар, короче. Синий Кит, Тихий дом, я хочу сдохнуть, андай-мындай деп жазасыңдар. Сол кезде олар сендерге фейк страницамен жазады. Бір нәрсе ойын ойнаймыз дейді, саған бірінші тапсырманы жібереді. Ол тапсырмада қолына киттің суретін салып кетте бір жатады да, и короче солай басталады ойын. Сосын 50 күн бойы оған тапсырма беріп келеді, 50-ші күні. Орысшада кит бола бере ме не ол? Жоқ. Я орысшада кит қой, қазақшада кит. Мен одан оқымаптым десе. Өтеймін біздің классқа кетті. Бала айтсыншы. Тоқташы енді айтып ай. Простой класс болғамыз о. 50-ші күні алатта саған айтады, бір ссылка жібереді, сілтеме жібереді, сол сілтемен басасында и саған 404 деген ошибка шығады. 404 деген ошибка. 409 ғой. Ау? 409. Какая разница? Ошибка сол. Сосын алатта, ол саған IP адресін біледі да, сен қай жерде орналасқанды, қай мектепте оқисың, соның бәрін сосын интернет арқылы біліп алады. Либо 10-ші этаждан секіресің, либо асылып өлесің дейді да. Сен екеуін біреуін таңдамасаң, сенің ата-анаңды, таныстарыңды, туыстарыңды бәрін өлтіріп кетеміз деп қорқытады. Ол бала сосын амал жоқ болғандықтан өзіне қол жұмсаудан басқа амал қалмайды. Сол үшін өздеріңіздің батясын айтса көмектесе ол. Тип шақырады. Өздеріңіздің інілеріңіз болса, қарындастарыңыз болса, әпке, аға, таныстарыңыз, туыстарыңыз, достарыңыз болса, оларды тоқтатуға тырысыңыздар. Олардың қолдарында кит деген жазу болады кәдімгідей. Егерде ондай жоқ болса, онда бақыттысыңдар. Олардың сендер IP адрестеріңді білетіні рас, бірақ олар сендердің ата-аналарыңды өлтіріп кетпейді. Лично мен апама сөйтіп өлтірем деп келсе, апа сковородка басына керіп. Сол үшін қорықпаңдар, сендердің ата-аналарыңды өлтіріп. Ол еще Россиядағы адамдарға оны шығарып жүрген. Бірақ Қазақстанда да шығарған адам өлтіріп. Делать неху сен үйіндегі бұл. Жүреді екен Москвадан. Ол мен үйімді, сен үйіне мысалы келмейді да, Қазақстанның бір жердің түкпіріне кім келеді, қандай тупой келеді, бір адам өлтіріп. Сол үшін қорықпаңдар. Маған ВКонтактеде Димаш Құдайбергеновке қалай қарайсың деп жазады. Типа, нормальный қараймын деп. Ол Қазақстанды... Қара түйме. Ол пичақта төртті болған. Біреу өзіліп жерге түсті. Қытай... Жалғасады еді. Бишара қара түйме. Ей, сайбал. Димаш Құдайбергенов Қытайға барып біздің қазақтың әндерін айтып танылып жатыр екен. Мен оны только қолдаймын. Молодец, жасай берсін, дамай берсін. Өткенде Джеки Чанмен танысыптым. Молодец, вообще не жақсы танысқан. Сол.
Негизинде мен опера жанрын онча жакшы көрө бермейм, бирок Димаш Кудайбергеновдун өлеңин тыңдап. Ташкайдаймын, айдаймын. Насылмай салма, ташкайдаймын, айдаймын. Кудайбергеновке жетпейсиңби? Димаш Кудайбергеновдун Жалкып өлеңдери кетесиң. опера жанрында болгондуктан ону былай көчөдө тыңдаганга ыңгайсыз, вообще жалыгып кетесиң да ол өлеңди кайта тыңдай берсең. Ал 91 тобункун тыңдасаң, нормально тыңдай бересиң. Бирок негизинде ол эки топту салыштыруудун кажети жок, олардын өзүнүн өнөрлөрү бар, ар кайсысы өзүнчө эркек. Менин каналымда 1500 подписчиктен ашты, мага ВКонтактеде жазып атыр көбүсү. Неге 1500 подписчикке видео түшүрмөдүң деп кээ бирөөлөр ренжип жатыр. Ештеңе этпейт. Мен 2000 видеоға мүмкүн, 2000 подписчикке мүмкүн видео түсүрөтүн чарым. Калай карайсың? Эгер сол видеону көргүңөрүңүз келсе, арнама жазылыңыз. Беконтайдын каналына жазылыңыздар, силтемеси астында болот. Сен бок не істеп жатырсың деші? Кайыл жетпейсіз. Осымен видеоны аяқтайық. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арна жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Балкаплей. Бәріне Бай-бай. I can see you hurting. I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you. Tell me all your secrets. Looking like you need it. 'Cause I got you.